ептеп бір жұмыртқаны қуыра алмайды, мақырке гелик сұрағанына қайтейін. Мен келгелі бір пияз турап көрмеген қайын сіңлімді алған күйеуге геликті өзіміз қосып береміз-ау деп уайымдап, қыз жасауына бір күшті зат қосып қойдым. Скоро кететін қайын сіңлілеріңіз болса, алып қойыңыздар. Онымен қоса қазір кез келген тамақтың қасына жынды кететін салаттың рецептімен бөлісемін. Алдымен 40 қабат пен сәбіз, қызылша және қиярды осылай ұсақтап турайсыз. Жаңағы айтқан зор затым да осы. Келін болып түскен күннен бастап әр тамақтың қасына зырылдатып осындай түрлі салаттарды жасап қойсаңыз, геликке сәл-пәл лайықтау болар едіңіз. Сұлулығыңызды сорпаға сап шемдеген ата-енеңіз болса, сірә айнаның қасында 1 сағатқа макияж ішінде уақытыңызды үнемдейтін едіңіз. Өзі құттай, тындырған жұмысы таптай. Алып шешіп шая саласыз, ары-бері қоя саласыз. Өте жеңіл әрі оңай. Жазда банка жапқанда көмегін айтсаңыздаршы. Манты ханымға картоп пен пиязды кубиктап турағаннан қайтсаңыздаршы. Ой, бұның бағасын айтпай қояйын. Оғысын шама насаткасын қосып бергеніне сөз жоқ. В общем, артық мақтауға уақыт жоқ. Астына артикулын жазып қойдым. Каспийден ала бересіздер. Ал салаттың соусына келсек, зәйтүн майына лимон сығасыз, қара бұрыш, тұзды салып, салаттың үстінен құйып көкөніспен бірге ысына бересіз. Бұл салаттың дәміне сөз жоқ. Дайындап көрем дегенде таппай қалмас үшін лайк басып сақтап алыңыз.